армысыздар. 2022 жылдың 1 сәуірден бастап қазақстандықтарға 1.225.200 теңге алуына мүмкіндік бар. Бастау бизнес оқуына өтінімді Еңбек Кезет порталы арқылы онлайн режимде жүзеге асады. Грантқа кімдер қатыса алады? Жұмыссыз жастар мен халықты әлеуметтік осал топтағы адамдар қатыса алады. Соның ішінде атаулы әлеуметтік көмек алушылар, көп балалы отбасы мүшелері, көп балалы отбасылар, оңтүстік өңірлерден солтүстікке қоныс аударушылар және де қандастар, мүгедегі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасы мүшелері, мүгедектігі бар адамдар, халықты жұмыспен қамту орталығында тіркелген жұмыссыз азаматтар, бірыңғай жиынтық төлемді төлеуші азаматтар, өтініш берген сәттен бастап мәртебесі рәсімдеу мерзімі 1 жылға дейінгі жеке кәсіпкерлер қатыса алады. Жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлғалар, оның ішінде ауыл шаруашылығымен, мал өнімдерімен айналысатын азаматтар қатыса алады. Өтінімді қабылдау 10 жұмыс күн. Сонымен қатар грант алуға үмітті азаматтың тұрғылықты жерінде кемінде 1 жылдық тіркеуі болуы шарт. Өтініш беруші порталға тіркеліп, электрондық цифрлы қолтаңба арқылы арнайы үлгі толтырады.